Армысыздар қымбат көрермен. Бүгін Астана аспаны бағдарламасының кейіпкері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, актер Әділ Ахметов. Әділ аға, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет, керемет. Көңіл күйіңіз, жұмысыңыз бәрі орынша ма? Иә, ойдағыдай. Құдайға шүкір. Тамаша. Енді сұхбатымызды бастамас бұрын, жалпы елордамызға ең алғаш келген кездеріңізді, сол бір күндерді еске түсірейікші. Енді ол бір керемет кездер ғой. Осы Астанамызға ең алғаш рет 2003 жылы келген болатын. Шабыт атты халықаралық үлкен фестиваль бар. Сол фестивальге біз 2003 жылы ол кезде академияда оқимыз. Академияның ішінде «Мен» деген театр болатын. Өзіміздің ұстазымыз Нұрғанат Жақыпбаев құрған. Сол «Мен» театрымен біз «Қоз көрпеш», «Баян сұлу» мюзиклын алып келген болатынбыз. Ол кезде екінші курс студентіміз. Астананы ең алғаш сол кезде көрдім. Одан араға бір жыл салып, бірден 2004 жылы тағы да осы Шабыт фестиваліне келдім. Көркем сөз жанры бойынша Серғазин Дәурен, Батай Жандәулет үшеуміз бір композиция құрып, қатысып, 2004 жылда лауреат болып кеткен болатынбыз. Енді ол кезде Астана арман қала деп таңғалып қызығып кеттік. Бірақ қазіргідей әлі Астананың ол кезде аса бір гүлденбеген кезі. Соның өзінде Астана жастардың қаласы деген сөз бізге кәдімгідей бір үлкен мотивация берді. Серпін берді ме? Иә, серпін берді. Ол кезде ойлаған жоқпыз біз Астанаға келеді екенбіз деп. Ал кейіннен 2007 жылы осы әкімшіліктің бастауымен осы Астана қаласында сол кездегі Астана қаласының әкімінің орынбасары Ермек Әмірханұлы Аманшаев мырзаның ұйытқы болуымен Астанада жастар театры ашылатын болды. Ол жастар театрын біздің жаңағы бұрын академияда «Мен» деген театр болғанбыз. Сол «Мен» театрының ұжымы біздің, былайша айтқанда, біздің курс ұстазымыз Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұрғанат Жақыпбаевпен бірге директорымыз Ғани Құлжанов болды алғашқы. Бекболат Құрманғожаев ағамыздың сондай бір септігімен 2007 жылы Астанаға келіп, жастар театрын ашқан болатынбыз. 6 шілде күні Шыңғысхан спектаклімен. Содан бері Астанамыз. Тамаша. 2007 жылы Астанада енді дәл қазір дегендей гүлденбеген, ол уақытта ештеңе жоқ, баратын жерді аз. Сол бір кезеңдерде қалай өмір сүрдіңіздер? Енді ол өте бір мәңгілік есте қалатын кез. Анау ашаршылықта жеген нанның дәмі өмірі естен кетпейді дейді ғой. Біздің театрға 2 бөлме берілді. Жалпы театрға 2 бөлме? 2 бөлме берілді. 3 бөлме берілген, біреу ағайымыздікі. 2 бөлмеде біреуінде қыздар тұрады, біреуінде тек жігіттер тұрады. Біз жаңа басында 7 жігіт бір бөлмеде тұрамыз. Жатақхана, өзіміз Алматыдан келгенбіз ол кезде. Мен әжемнің жаңа ерке баласымын. Не жеймін, қалай жүрем, ешқандай уайым қайғысы жүрген адамбыз. Содан Астанаға келіп, жатақханада тұрған кезде ең бірінші жаңағы бір қиындықтарға кездестік десек те болады. Материалдық жағынан болсын, жалақымыз 19 000 теңге. Ол бір айлық тіпті тамағымызға да жетпейтін. Жетеуміз бір бөлмеде тұрамыз. Ең соңғы адам аяқ киімдердің арасында жатады. Содан ол кім жатады, ол жерге ешкім жатпайды. Сонымен жаңағы әртүрлі ойындар ойнаймыз. Ұтылып қалған адам сол жаққа жатады. Одан ретімен жататын болдық. Соңында жаңағы 4 жігіт былай, 4 жігіт былай, бас жағын бір-бірімізге беріп, осылай ұйықтайтын болдық. Өзіндік сондай қызықтар болатын. Ол кезде Астанада бізге бір ерекше көңілімізді аулаған дүние бұл коньки тебу болатын. Біз жатақханада жатамыз, бір коньки сатып алдық. Жаңағы бушный дейміз ғой. 2-3 мың теңгеден ескірген, бірақ оны жақсылап жасап, содан күнде қыста барып коньки тебеміз. Ол кезде ғимаратымыз да жоқ. Мүмкін қайтып кетеміз бе Алматыға деп қоямыз. Содан жаңағы бөлмемізде үлкен телевизор бар. Сол телевизорда көріп отырамыз. Бізден кейінгі бітірген балалар, бізбен қатар жігіттер, қыздар жаңағы Жүргенов академиясының телевидениеға шығып жатыр да, осылай өзің сияқты жүргізіп, біреулері жаңағы
әртүрлі бағдарламаларда біреулер ән айтып кеткен, клип түсіріп, соны қарап, мынау шығып кетті ғой, мынау да шығып кетті, молодец деп қоямыз. Содан ақырын бір-бірімізге қараймыз да, мына жерде жаңағы Жандәулет роллтон жеп отыр, Дәурен бір кітабын құшақтап отыр, Бақыт мына жақта отыр деген сияқты. Біз отырмыз майкмен, соны өз-өзімізге жанымыз ашып кетті. Біз не істеп жүрміз мына Астанада? Неге келдік? Алматыда қалуымыз керек еді ғой деген сияқты ойлар сол кезде мазалайтын. Бірақ ағайымыздың Алматыда да курсы бар, бізге келеді, Алматыға кетеді. Ағай келесі келген кезде Алматыға қайтамыз деп. Қайтамыз дейміз да ағайға. Болды ағай, қайтайық. Дайындалып ағай келген кезде ұстазымыз Нұрғанат ағай бірден, жігіттер, мен жаңа пьеса алып келдім, керемет, осылай болады, қызық болады, көрермен жиналады бізге. Әлі біз сұмдық театр боламыз, біздің өзіміздің ғимаратымыз болады, әрқайсыларың жаңағы шаңырақтарың болады, астарыңда көліктерің болады, әлі атақты боласыңдар бәрің. Біздің театрымызға адамдар билет таппайды деп бізді жаңағы сондай сөздермен қанаттандырып, жаңағы ойымыздың бәрін жоқ қылып сейілтіп, бір болашаққа деген ұмтылысымызды кәдімгідей жарқын көрсетіп жіберетін. Содан ары қарай қалып қаламыз. Алданасыз. Иә, алданамыз. Сол кезде біздің тұңғыш директорымыз Ғани Құлжанов айтатын, Нұрғанат ағай сендерге келіп осындай болады дегенде, Нұрғанат ағай ертегі айтып жатыр ғой мына балаларға деп ойлайтын деп. Бірақ Аллаға мыңда бір шүкір, алдымен Алла, одан кейін біздің әкімшіліктің қолдауымен, ағайымыздың осындай абыроймен, мінекей жастар театры ғимаратты болды. Сол келген жігіттер қыздардың барлығы пәтерлі болды. Ал енді киноға да түсіп жатыр, жан жақты. Қазір Құдайға шүкір дейміз. енді сіздер Астана қаласында өздеріңіз өстіңіздер, өнерлеріңізді дамыттыңыздар. Ал Астана қаласында сіз отбасы құрдыңыз, иә? Иә. Астана қаласында. Әрине, Астана бізге көптеген достар сыйлады. Менің жұбайым Алматыда Жүргенов академиясына бірге оқыған, бірақ Астанаға келгеннен кейін, бір жылдан кейін барып үйлендік. Менің балаларым бәрі осы Астанада дүниеге келді. Астананың тумалары, былайша айтқанда. Енді Астанаға сіздер 2007 жылы көшіп келсеңіздер, 2008 жылы сіз шаңырақ көтердіңіз, қай жерде тұрдыңыздар? 2-ақ бөлмелі сіздерге берілген пәтер. Қаншама театр тұрады, ұжым тұрады. Ұжым тұрады, содан келдік, бірдеңе бұйырып қалар деп. Басында келіншегім кішкене Алматыда болды, одан кейін алып келдім. Ол вақытта сіздің қызыңыз, жүріп жүрген қызыңыз, иә? Жоқ, үйленгеннен кейін. Үйленгеннен кейін алып келдім Астанаға. Үйленгеннен кейін алып келдім. Сонда негізі 3 бөлме берілді дедім ғой. Оның бір бөлмесі біздің ағайымызға берілген. Бірақ ағайымыз біздің арамызда Азамат деген жігіт қана үйленген болатын. Бала шағасы бар. Азамат Алматыға қайтам деді. Содан ағай, жоқ Азамат, сен қайтпа, осында бол. Мен өзімнің бөлмемді саған босатып берем, семьяңмен. Деп ағай өз бөлмесін босатып беріп, өзі Қалибек Қуанышбаев атындағы біздің музыкалық драма театры бар ғой, сол театрдың 3-ші этажында бір кішкентай бөлмеде тұрды ағайымыз. Ал ана бөлмеде Азамат тұрды. Кейін мен келген кезде келіншегіммен сол Азаматпен бірге сол бөлмеде тұрдық. Одан кейін арасында жаңағы қалған 5 жігіт бар ғой, солармен бірге тұрып жүрдік. Бір 2 айдай солай тұрдық, араласып. Кейде ана жаққа барып қонамыз, кейде мында барып қонамыз. Сөйтіп жүргенде Алла өзі жарылқап, 2009 жылы пәтер берілді. Сонымен жеке өзіңізге пәтер, әрқайсыңызға. Енді жеке болғанда мемлекеттікі ғой, әкімшілікке. Бірақ енді сол қызмет пәтері дейді ғой, солай пәтер беріліп, содан пәтерге шығып, ары қарай жұмысымызды жалғастырдық. Тамаша. Театрдың барлық мүшелері алды ғой, иә, пәтер? Барлық мүшелер алған жоқ. Ең алғаш театрды ашқан менімен қатар келген қыз жігіттердің барлығы алды. Одан кейінгілерден енді алып келе жатыр. Тамаша. Әйтеуір қиындықтың барлығы Астанада басталды дейсіз ғой. Енді қиындық әрбір қиыншылықтың артынан өзінің бір қуанышы болады дейді ғой. Кез келген дүниеге адам жеңіл жетпейді. Жеңіл жетсе оның қадір қасиетін де түсінбейді. Бізге өзіміздің енді пейілімізге қарай, еңбегімізге қарай, ұстазымыздың да аузы дуалы болған шығар. Осы
дүниенің барлығы құдайға шүкір өз ретімен болып келе жатыр. Иә, ол кісінің да сіздерге сіңірген еңбегі аз емес. Жалпы барлық жерге барып, менің курсым, менің студенттерім, менің театрымның актерлері деп кәдімгідей түк жоқтан нөлден сіздерді үлкен дәрежеге көтерді. Енді сіздер қазіргі уақытта жастар театр болып қалыптастыңыздар. Республикалық көлемде үлкен спектакльдеріңіз бар, гастрольдік сапарларыңыз бар. Қазіргі уақытта жастар театрында қызметте жүргендеріңізге шамамен 10 жылдың көлемінде болып қалды. 11 жыл болды. 11 жыл болды, 11 жыл болды. 11 жылдың ішінде театр актер ретінде қалай дамыдыңыздар? Кәсібилік шыңдарыңызды атап өтсеңіздер. Бізде енді басқа театрларға қарағанда ерекшелік бір жағынан жақсы шығар, бір шетінен бұл мүмкін кемістік па, мен айта алмаймын, бірақ біздің театрымыздың үлкендері бізбіз. Біз келгенде біздің алдымызда ешкім болған жоқ. Ал басқа өзге театрларда, мысалы үлкен театрларда аға буын бар, орта буын бар, кіші буын, жас буын. Ал біз өзімізден бастадық. Аға буын бізге ақыл айтатын ондай алдымызда ешкім жоқ. Ұстазымыз ғана бар. Ағайымызбен бірге жаңаша театр қалыптастырдық деп есептеймін. Бізде мысал үшін бір рөлге таласу, не болмаса бір-бірін көре алмаушылық, я болмаса жаңағындай әртүрлі қызғану деген секілді ойлар тіптен болған жоқ. Біз кәдімгі бірінші курстан қалай оқыдық, бір-бірімізге көмектесіп, айтып қайта. Дәл солай театрымыз әлі күнге дейін келе жатыр. Мен ойлаймын, ерекшелік осыда шығар. Ал қазір енді былтыр ғана 10 жылдығын тойладық, бір атап өттік, бір жаңа қайырып алдық, не істедік, не қылдық, қайттық, қандай дәрежеге жеттік деп. Шүкір, өте жақсы өтті. Қаншама спектакльдеріміз, қаншама гран-прилеріміз, халықаралық фестивальдер болсын, республикалық фестивальдерде сол 10 жылдықтың өзінде біз 11 гран-при иеленген екенбіз. Бұл жас театр үшін тіпті Қазақстанда болмаған жетістік деп айтып жатты бәрі. Ал қазір енді театрымызда біз бар, үлкендері. Біз әзілдеп, біз деттеріміз дейміз. Бізден кейінгі келген ағайдың курсы бар, әр 4 жыл сайын бітіріп отырады. Олар черпақ дейміз. Олардан кейін келгендер бар, оларды дух дейміз. Шіркін-ай. Олардан кейін осы 1-2 жыл болды, келгендер, ең жастар бар, олар воздух. Ауада жүргендер, дейсі ауаға ілініп жүргендер. Бірақ ауа адамға өте қажет қой. Ауасыз адам болмайды, өмір сұрамайды. Дұрыс айтасыз, әрқайсының өзінің орны бар. Тамаша. Әрқайсысы өз үлесін осы театрдың дамуына қосып келе жатыр. Әрбір кірпішін қалап келе жатыр ғой. Енді қараңыз, сіздер аға буынсыздар. Өзіңіз Астанада еңбек етіп жүріп, 34 жасыңызда Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткер атағын алдыңыз. Жалпы енді әрбір өнер адамы айтады, маған атақ маңызды емес. Атақ енді ол мемлекеттің берген дүниесі, бірақ ол мен үшін бір тек қана қағаз жүзінде төсбелгі ретінде ғана. Бірақ сіз осы атақты дәл уақытында алған сияқтысыз. Енді жас мөлшерге келгенде. 34 жасында ол? 33 жаста. 33 жасыңызда, шамамен. Былтыр. 33 жас, енді... Жоқ, мен қойғым кеп тұрған сұрағым, қаншалықты сол атаққа лайықтысыз? Өзіңізді қаншалықты лайықты деп санайсыз? Мен оны лайықты емеспін деп айта алмаймын. Оны халық шешеді. Мемлекет елеп беріп жатса, бұл да бір қуаныш. Еңбектің еленгені, ол жай ғана менің ғана алған атағым емес, ол біздің театрдың алған атағы. Театрдың атағы деп ойлайсыз, алған атағы, әрине. Өйткені бәріміз бірге еңбек етіп келе жатырмыз ғой. Ал енді 33 жас, кейде жас дейді. Енді менің ойымша 33 жас деген бұл пайғамбар жасы дейді, негізінде. Жігіт адамның нағыз жігіттік шағы бұл 26 жас пен 40 жастың ортасы екен. Ал соның ішіндегі ең ортасы, пик дейді ғой, ең кульминация шыңы бұл 33 жас. 33 жас пайғамбар жасты бекер айтпайды, Иса пайғамбардың өзі 33 жасында қайтыс болған да, содан. Мысалы, Ескендір Зұлқарнай дейміз, Александр Македонский да 33 жасында өмірден өткен. О дүниеде, біздің қасиетті Құран кітапта да жазылады, о дүниеде ақыр заман болады ғой, сол кезде судный ден дейміз, жаңағы ақыретте жиналған кезде бүкіл адам 33 жаста болады екен. Демек, бұл 33 жас деген нағыз адамның шыңырау шыңы ғой, ең энергиясының да мықты кезі, күшінің де
толған кезі нағыз сақа жігіт болған кезде 33. Осы орайға келгенде дәлме дәл дөп түсті деп есептеймін. Аллаға шүкір айтамын. Бақыт қой, 33 жасыңызда толып, жетіліп, енді мен деген уақытта ата қалған уақыт, меніңше нағыз өзінің дәлме дәл уақыты. Дөп түскен уақыт. Енді сіздер қазіргі уақытта өзіңіз айтасыз, мен үшін рөлдің үлкен кішісі жоқ. Әрине. Қандай рөл болса да, мен актер ретінде оны ойнап кетуге, ол менің мамандығым, мен тиістімін. Кинода да жүрсіз, театрда да қоса алып жүрсіз. Жалпы кино мен театрда көптеген жерлерде сұрақтар қойылады. Қайсысы жаныңызға жақын, айырмашылығы қандай? Енді мен де сол бір сұрақты қойайыншы. Қайсысын айт өзіңізге? Мен бұл сұраққа көп жауап беріп үйреніп қалған. Негізгі бітірген мамандығымыз біздің дипломда жазылып тұр. Театр және кино актері. Сондықтан да құстың да қос қанаты барды, мысал үшін. Бір қанатпен жерден көтеріле алмай қалады ғой. Екі қанаты болса, ол биікке самғайды. Сол сияқты театр мен кино менің бұл екі қанатым. Ал қайсысы жақын, қайсысын жақсы көресің деген сұраққа мен мына нәрсені айтамын әрқашан. Әкеңді жақсы көресің ба, анаңды жақсы көресің ба деген сұраққа тең. Дұрыс айтасыз. Енді көбіне біздің отандық үлкен режиссерлардың туындылары, Ақан Сатаевтың, Рүстем Әбдірашевтың фильмдерінде басты рөлдерде өзіңіз жүресіз. Қандай қазақстандық салмақты кино картинаны қарасаңыз, Әділ Ахметов міндетті түрде басты рөлдердің бірінде. Тарихи образдарда көбіне. Болмаса да тіпті анаға апарар жолдағы қарапайым ұл баланың образы, баласының образы. Неліктен барлық отандық кино картиналарда сіз жүресіз? Енді барлық отандық киноларда деп айта алмаймын. Бұл санаулы ғана, егер енді 100%, 80%. Енді анаға апарар жол, бұл бір сәті түсіп, маған бір оң жамбасқа берілген рөл дейді ғой. Палуандарша айтқанда, сондай рөл болды. Бұл рөлге мені кастинг директор бар, Сатай фильмнің, Жайна Абдиева деген ханым. Сол кісі хабарласып шақырды. Мен Ілиястың образынан сені көріп тұрмын деді. Содан Ақан Сатаевқа ұсынған, одан кейін біз видео пробаны ол кезде оқушылар сарайындамыз. Өзіміз түсіріп жібердік. Данияр деген жігіт түсірді, біздің театрдың актері. Айым екеуміз ойнадық, Айым деген актриса. Содан Ақан аға көріп, оны видео пробаға шақырып бізді. Содан солай өтіп кеткен болатын. Кәдімгідей барлығымен бірге. Енді режиссерда көрген шығар мүмкін, сол рөлге мен келетін шығармын. Әйтпесе бізде Қазақстанда өте көп талантты актерлар, мықты актерлар. Бірақ енді бұйырғаны маған бұйырды. Бұйырған кетпейді дейді ғой. Бұл жағына келгенде де әрине Аллаға шүкіршілік айтамын. Сіздің әңгімеңіздің бәріне бір қарапайымдылықтың иісі аңқып тұрады да, көптеген бір актерлердің арасында болады, меншіл. Мен ойнауым керек деген сияқты. Кейбір театрға барғанда үлкен аға буын актерлеріміз мысалға жас буынға басқаша көзбен қарайды. Сіздер енді ғана келіп жатсың. Біздің жалпы театрдың өзінің ережесі, қағидасы. Өте дұрыс. Енді жалпы қазіргі уақытта қандай кинодан Әділ Ахметовті көреміз? Алла қаласа, енді бір үлкен сондай ауқымды фильм деп айтсақ болады. Ақан Сатаев Томирис тарихи драмасын түсіріп аяқтады. Сол Томирис фильмінде бұйыртса, сонау біздің эрамыздан бұрынғы, біздің дәуірден бұрынғы 5-ші ғасырларға саяхат жасаймыз. Ол жақын арада шығады, е? Жақын арада шығады. Осы 2019-дың наурыз айында немесе сәуір айында. Отбасыңызда қандай әкесіз? Енді қандай әке екенімізді енді кейін балаларымыз дәлелдейтін шығар. Қолдан келгенше балаларыма көңіл бөлуге тырысамын. Әрқашанда қайсының қандайға икемі бар, сол спортқа немесе жаңа музыкаға. Қазір енді үлкен ұлым домбыраға қатысып жүр. Домбыра үйреніп, кәдімгідей қол жүріп қапты.
Одан кейін дзюдоға қатысады. Жақында ғана маған айтады, бүгін 4 баланы жеңдім, мен ағай жарысқа апарам деп жатыр деп қуанып жатыр да. Аллаға шүкір. Қызым биге қатысады. Кішкентайымыз бар, Нұртөре, ол үйде. Ол балабақшаға да бармайды. Ештеңеге қатыспайды. Үйдің бастығы сол. Қызым аты Малика, үлкені Досмұхамед. Енді Әділ аға, біз жалпы шығармашылық туралы айттық, сіздің өмірдегі принциптарыңыз туралы айттық, қоғамдағы мәселелерді талқыладық. Енді бізде бір Айдар бар. Мен жаңа сұраған себебім телефоныңыз қасыңызда ма деп. Мен сіздің бірнеше интервьюларыңызды, сұхбаттарыңызды көрдім. Соның ішінде анаңызға қалай сіз қарайсыз, яғни ол кісіге қаншақты хабарласасыз, қандай сыйлықтар жасайсыз деген сияқты. Сіз айттыңыз, оның ішінде мен енді күнде хабарласпасам да іспен білдіргім келеді. Сөзбен емес, іспен білдіргім келеді. Енді біз дәл осы жерде біздің сізге дейінгі спикерлеріміздің көбісі аналарына хабарласып, олардың хал жағдайын сұраған болады. Дәл қазір біз осы Айдарымызды сізбен қайталасақ. Керек, қазір телефон соғамыз. Қазір телефон соқсақ. Жақсы. Шошытып алмаңыз. Ал. Не істеп жатыр екен? Анамызға телефон соғайық. Қашан сөйлестіңіз соңғы? Алдың күні сөйлестім. Алдың күні сөйлестім. Сөйлесетін уақыт кеп қалған сияқты. Иә. Ана деген дүниедегі ең жақын адам ғой. Қазіргі осы өмірдегі жәннаты ғой. Иә. Дұрыс айтасыз. Жәннат ананың табан астында дейді. Басқа ананың ата-ананың жалпы разылығын алмаған адам, ол 100 жерден кім болса да, кім бол, басқа бол, 100 жерден жаңағы барлық парыздарыңды орында қиын болып қалады жағдай, ата-анасына разылық сынамаса. Бәрі нөлге түсіп қалады ғой. Әрине. Ең соңында, сосын біздің бағдарламада отырғаныңыз айтасыз. Громкиға қойыңыз. Жұмыстам екен. Алло? Алло, мама? Қалайсыздар? Жұмыстасыз ба? Біз мына жақта міне сізбен сөйлесіп жатып, интервьюда отырмыз, камераға түсіріліп жатыр. Иә. Жұмыстасыз ба? Иә. Бөгет жасап қойған жоқпыз ба? Алдыңызда, УЗИде жұмыс дейді. Менің мамам. Мен сіз жақсы. Алдында, иә. Жаңағы науқас адам бар. Сол мама, сіңізге сәттілік тілеп. Мен сізді жақсы көрем, шексіз деп айтқым келді. Мына жақта міне Бекболат деген ініміз интервью алып отыр. Сәлеметсіз бе? Үлкен рахмет сізге, осындай біздің елімізге актер мырзаны дүниеге алып келгеніңізге, тәрбиелегеніңізге. Рахмет үлкен. Жақсы, сіңізге сәттілік. Өздеріңе де барлығы жақсы табыс тілеймін. Денсаулық тілеймін. Рахмет үлкен. Аумин. Аумин. Айтқаныңыз келсін, мам. Онда байланыстамыз. Жақсы. Сіңізге сәттілік, мам. Өздеріңе де. Жақсы. Сәлем айтыңыз папамдарға бәріне. Жақсы. Ал енді бізде екінші Айдар бар. 1 минут деп аталады. Яғни 1 минуттың ішінде мен сізге 10-15 сұрақ қоям. Бірден жауап береміз. Бірден қысқа да нұсқа жауап беруіңіз керек. Кеттік па? Кеттік. Бүгін таңертең нешеде ояндыңыз? Бір оянып, қайтып жатып, 9-да ояндым. Бір күнде қанша іс бітіре аласыз? Сан жетпейді. Мен сені сүйем Астана деп тұрып өзіңіздің эмоцияңызды шығарыңызшы. Кәдімгідей бүкіл бар даусыңызбен. Мен сені сүйем Астана. Рахмет, әрі қарай жалғастырайық. Сүйікті әншіңіз? Мейрамбек Беспаев. Көлігіңіздің маркасы қандай? Тойота. Қандай? Тойота. Камри. Тойота Камри. Жақсы. Театр немесе кино? Екеуі де. Астананың оң жағалауы немесе сол жағалауы? Екеуі де.
Хоббиңіз не? Спорт. Мешітке қашан соңғы рет бардыңыз? Жұмада, өткен жұмада. Бауырларыңызға қаншалықты көңіл бөлесіз? Қолдан келгенше. Музыкадағы үшінші нота қандай? Ми. Сіздің ең бір жақсы көретін сөзіңіз? Шүкір. Саясатқа кететін ойыңыз бар ма? Әзірше жоқ. Мынау саясаттағы актер болсаңыз, актерлер үшін не істер едіңіз? Ең бірінші. Ең бірінші жағдайларын жөндейтін. Материалдық жағынан. Тамаша, тамаша. Енді Әділ аға, біз сұхбатымызда 10 шақты сұраққа жауап беріп үлгердік. Енді сұхбаттан алған әсеріңізді мына бір смайликтермен бірге біздің көрермендерге қазіргі ішкі көңіл күйіңізді бейнелеп көрсетсеңіз. Осымен бірге ма? Таңдаңыз ішінде, қайсысы? Ішінен біреуін таңдаймын. Екі деп көп жауап бердім ғой мен. Екеуі де деп. Екі дегенде жақсы. Тура осыны көріп алыңыз, қайталау керек болады.